Күн киносүйер қауым, біз бүгін «Түріктің сүйген жүрек» атты телесериалын қысқаша баяндаймын. Бүгінгі бөлімде Онур Бернағаз бірнеше рет қоңырау шалып, мен сені жақсы көремін, 8 ай бойы сені сағындым деп сезімін білдіреді. Бірақ Берна оны ұнатпайды, қоңырау шалуын тоқтатуды талап етеді. Өйткені үйде Альпер болуы мүмкін, және ол естіп қалуы мүмкін деген секілді сөздер айтады. Кейін Хашметтің үйін көрсетеді. Хашметтің үйіне мас болып Хашмет келеді. Салих оны көріп қалады да, екеуі біраз әңгіме айтады. Хашмет айтады: мен Ләйләні шынымен де жақсы көремін, Ләйләні қашан маған бересің? Мен отбасы болып балалы болғым келеді дейді. Ал Салих болса, Ләйләнің әкесі: сен оны шынымен жақсы көресің ба білмеймін, бірақ бұндай жүрісіңді доғар, сен зұлым адамсың деген секілді сондай сөздер айтады. Және сен өтірік махаббатпен нағыз отбасы құра алмайсың деп біраз сөздер айтады. Ал Хашмет үндемейді. Хашмет Ләйләнің бөлмесіне барып, бөлмесін ашып: шіркін, мен жүрегімді шынайы махаббат бар, мен сені шынымен де жақсы көремін, егер де маған күлімдеп қарасаң, мен барлық жаман әдеттерімді қояр едім деп сөйлеп есікті жауып кетіп қалады. Одан кейін түнде Альпер үйге келеді. Бернаға айтады: сен неге ұйықтамай жатсың, түн болды ғой дейді. Берна оған айтады: иә, ұйқым келмей жатыр, ертең мен қыздармен серуендеймін, бірақ сен менің үйде болғанымды байқамайсың, сондықтан сонда да айтып қояйын дейді. Содан кейін үйге Илюль келгенін айтады. Илюль ол Альпердің қарындасы, яғни Альпердің туған ағасының қызы болып келеді. Альпер Илюльге келіп: үйге келгеніне қуаныштымын, екеуміз татуласайық, үйге қайт дейді. Ал Илюль болса: татулассақ не өзгереді, мен күйеуімді жақсы көремін, сен үшін күйеуімен ұрысып қалдым дейді. Одан кейін Жанан мен Ләйлә машинада отырып сөйлеседі. Жанан айтады: мен қатты шаршадым, бүгін екеуміз спаға, массажға барайық дейді. Ләйлә таң қалады, бірақ келісе кетеді. Сонымен екеуі спаға барып керемет күн өткізеді. Альпер Хақбердіге хабарласып, көптен бері осы Али телефонын алмайтынын және жоғалып кеткенін айтады. Хақберді оған: мен Метиннен сұрайын, Метин Хашметтің жүргізушісі ғой, мүмкін бірдеңе білетін шығар деп жауап береді. Одан кейін Жанан мен Ләйлә екеуі бірге спаға барып, беттеріне маска жасап, керемет күн өткізеді. Сол күні Бурак мас күйінде үйге келеді. Бурак Илюльдің күйеуі. Олар ұрысып қалып, ұрыс керістен кейін шамалы мас болып үйге келеді. Үйге келген соң Ләйләнің сіңлісі Бурақты көріп қалып, оны бөлмеге кіргізіп, өзі жаман оймен пайдаланып, шешініп, оның қасына жата қалады. Таңертең Бурак оянғанда бұл жағдайды көріп қатты таң қалып, өзін-өзі мен не істедім деп айғайлап, өз-өзін ұра жөнеледі. Одан кейін Ләйлә мен Жанан екеуі массаждан шығып бірге шай ішіп отырады. Ләйлә Жананға рахмет айтып, сізге көптен бері бір сұрақ қойғым келіп жүреді, сіз неге Хашметті жақсы көресіз дейді. Сол кезде Жанан: ол мен сияқты өмірдің қиыншылықтарын көрген адам, қиындыққа төтеп беріп жүрегі қатайған, мен оның ішіндегі баланы көремін, және мен оны түсінемін деп жауап береді. Екеуінің жүректері ұқсас екені жайлы әңгіме болады. Одан кейін Онур мен Берна екеуі ескі күндерін еске алып машинада келе жатады. Онур айтады: мен екеуміз бұрын өстіп қыдыратын едік, екеуміз машинада өлең айтатын едік дейді. Арамызда не болғанын білесің бе дейді. Екеуі бірге бір үйге келеді. Оған Онур Бернаны құшақтап сүйе бастайды. Бірақ Берна оған төтеп береді, бірақ сонда да Онур оны құшақтап қайта оған жабыса береді. Бірақ ол Берна оны стаканмен басын ұрып жерге құлатады. Bir қараса жерде құлап жатып, басы қанайды. Одан кейін Хақберді мен жаңағы Онур екеуі сөйлеседі. Сол кезде айтады: мен Метиннен сұрадым. Метинге айтады: енді машинаң неге балшық болып кеткен, қайда барып жүрсің деген сияқты сөздер айтады. Сол кезде Метин жаңа Хақбердіге айтады: мен кеше пойыз жолға қарай барғанмын, сол жақта балшық болған ғой дейді. Хақберді ол жерден кетіп қалып, жаңа Онурға звондап: мен Әлидің қайда екенін білдім, ол пойыз жол жақта дейді. Екеуміз сол жақта кездесейік дейді. Одан кейін Ләйлә мен Альпер екеуі кездеседі. Ләйлә айтады: мен бүгін Жанан ханыммен бірге керемет күн өткіздік, спаға бардық, бәрі тамаша болды деп дейді. Және Жанан ханымның 100% өзгергенін, бұлай боларын білмегенін айтады. Және сол одан кейін Альпер мен Хақберді екеуі жаңағы пойыз жол жаққа барады. Барып дүрбімен қарайды. Дүрбі арқылы Хақберді Хашметтің екі қарауылын байқап, оларды таниды. Бұл Хашметтің адамдары дейді. Ал кешке Онур айтады: кешке бұл адамдар көбейеді, сондықтан қазір біз өз жоспарымызды жасайық. Одан кейін олар жаңағы пойыз жолға кіреді. Одан кейін ішінде ол байлаулы отқан Алиді көріп қалады. Сол жердегі бір охрананы құлатады, яғни күзетшіні құлатып Алиді Хақберді алып кетеді сыртқа. Ал Альпер болса екінші күзетшіні іздей бастайды. Сол кезде алдынан Ингин шығып қалады. Оны көріп ол таң қалады. Ал Ингин оның Альпердің артында тұрған күзетшіні көріп қалып, яғни оған оқ атайын деп жатқанын көріп, оған Онур